Достар, сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Шөліңізді басатын салқын цитрустық шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Жазға нағыз таптырмас сусын болып табылады. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қара шай немесе көк шайды қолдансаңыздар болады. Одан соң жалбыз жапырақтары, яғни мятаны қосасыздар. Одан соң ыстық қайнаған суды құйып, 15 минутқа тұндырып қоямыз. Енді үлкендеу бөлігі ыдысқа апельсин шырынын, лимон шырыны және жаңа дайындаған шайымызды қосамыз. Одан соң 2,5 қасық қант салып араластырып, 1 литр мұздай су құйып жақсылап араластырамыз. Енді графинге көбірек мұз саламыз. Одан соң апельсин, лайм, лимон және мятаны қосамыз. Одан соң жаңа дайындалған сусынымызды құямыз. Міне салқын цитрустық шайымызда дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Ас болсын.